Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер. Сіздермен бірге мен Ақжол Князов, және де бүгінгі біздің шығаратын практикалық есептер ол конус деген тақырыпқа. Так, бірінші есептен бастап көрейік. Конустың биіктігі 5-ке тең дейді. Конус деген былай осьтық қимасы тең бүйірлі болатын үшбұрыш. Мыналар L ол жасаушы. Мінекей биіктігі 5-ке тең. Астында табанында шеңбер жатады былай. Мына шеңбер негізі дөңгелек. Конусты дейді, оның төбесінен қашықтығы 2-ге тең табанына параллель жазықтық дейді. Табанына бір параллель мынандай жазықтық кетеді. Сонда жазықтықпен қиған дейді. Төбесінен қашықтығы мына жер 2 дейді. Кішісінің көлемі дейді, мына үсті болсын, мына V1 тең 24. Үлкен конустың көлемі. Енді қараңыздар, бізде 2 үшбұрыш тұр. Мысалы қараңыздар, мына S болсын, AB болсын, CD болсын. SCD деген бір үшбұрыш бар, сосын SAB деген үлкен үшбұрыш бар. Мен бүйтем, кіші үшбұрыштың көлемі бөлінген үлкен үшбұрыштың көлемі тең деймін. Кішісінің биіктігі 2 ғой, ал үлкеннің биіктігі 5. Бірақ мен қабырғалар мен мыналардың өлшем бірлігі негізі метр ғой. Көлемді байланыстырсам қабырғамен көлем, онда мен қабырғаны, көлемге қарашы оқыппын ғой, қабырғаны кубтаймын. Естеріңізде болса, пирамида тақырыбында осылай ұқсастыққа келтірген болатынбыз. Так, сонда 24 бөлу V тең болады 8 бөлінген 125. Мына қысқарады, мұнда 3 қалады, 3-ті 125-ге көбейтеміз, 375 деген сан шығады екен. Жауапты алдық. Келесі екінші есеп. Тік конустың дейді, биіктігі жасаушысынан 4 есе кіші дейді. Мынау біздің конус. Биіктігі H болсын, жасаушысынан 4 есе кіші. Демек, жасаушысы 4H, 4 есе үлкен болып тұр. Ал конустың табанының радиусы 3-ті 1 асты 15. Сосын арыға не деген бізде. Мұнан бәрі көрінбейді, ар жағында жатады. Конустың көлемі. Көлем дегеніміз 3-тен 1 πr квадрат, то есть S табан ғой, көбейтілген H. Радиусты табу керек. Радиус белгілі бізде. Демек, биіктікті табу керек екен. Мына сол жақтағы үшбұрыштан тік бұрышты үшбұрыш қой, пифагор жасап аламыз. Гипотенузаның квадраты 16h квадрат тең болады h квадрат қосылған 3-тің квадраты 9 көбейту 15. Так, анан ар жаққа жеріміз 15h квадрат тең болады 9 көбейту 15. 15 ертісіп саймыз, сонда h тең болады 3-ке. Демек, биіктігі 3-ке тең болып тұр, мына жасаушысы 12-ке тең екен. Ал бізде көлемді табу үшін 3-тен 1 пи радиусты квадраттаймыз. 3-тің квадраты 9 көбейту 15. Және биіктікті жазамыз. Биіктік бізде 3-ке тең. 3 пен 3 қысқарады. 5, 9, 45, 135 пи болады. Келесі. Үшінші есеп. Бізде былай деген, конустың жасаушысы 10 дейді. Конустың жасаушысы 10. Ал биіктігі 8-ге тең. Демек, мына жер 3, 4, 5 деген пифагор үштігі, сонда мына 6-ға тең болады. 3, 4, 5-ті сіздер тік бұрышты үшбұрыштан білесіздер теорияда. Конустың көлемі. Көлем тең болады 3-тен 1 πr квадрат көбейту h. Сонда v тең болады 3-тен 1 пи. Радиус бізде 6 ғой мынау. Осы радиус деген. 36 көбейтілген биіктік 8. 36 мен 3 қысқарады, мында 12 қалады. 2, 8, 16, 96 пи. Төртінші есеп. Биіктігі 4-ке тең дейді. Мына биіктік 4-ке тең. Осьтық қимасының төбесіндегі бұрышы 90 дейді. Осьтық қима деген негізі осы болып тұр ғой. Мынау SAB болып тұр ғой. Негізінде 90 деген былай болады. Дәл былай и былай. Неке. Жасаушылары LL. Міне. 90 десе, демек, қараңыздар, бұл бізде тік бұрышты үшбұрыш деген сөз екен. Осьтық қимасы осы. SAB деген осьтық қимасы. Конустың бүйір бетінің ауданы. Бүйір бетінің ауданын бірінші жазып қояйық. Ол бізде PRL. PRL деген формадан есептеледі. Радиусты табу керек екен, сосын L де есептейміз. Сонда жалпы мына AB-ның ұзындығы ол L түбір асты 2-ке тең екені. L болса, гипотенуза L түбір асты 2. Неге гипотенуза өйткені мына S бұрышы 90 ғой. Демек, мына жеріміз бізде
L түбір асты 2 бөлу 2. Міне АО дегенш. Осы жерден Пифагор жасап алсақ болады. Гипотенузаны квадраттаймыз. L квадрат тең болады. 4-тің квадраты 16 қосылған мынаның квадраты. L квадрат көбейту 2 бөлу 4. 4 ортақ бөлмақ береміз. Мынаған да 4 береміз. Сонда 4L квадрат тең болады. 64 қосылған 2L квадрат. Ар жаққа барады 2L квадрат тең 64. L квадрат тең болады 32. L тең болады 4 түбір асты 2. 4 16, 16 2 өтсеге 32. Тең біздегі мына жасаушымыз L түбір асты 2 екен. Ал радиус дегеніміз ол мына болып тұр ғой. R тең L-дің орнына сол 4 түбір асты 2 көбейту түбір асты 2 бөлу 2 деймін. Мінекей осыны қойып жатырмын. Түбір асты 2-ні түбір асты 2 өтсек 2 астындағы 2-мен қысарып кетеді. Сонда радиус 4-ке тең екен. Демек пи көбейту 4 көбейтілген L-дің орнына 4 түбір асты 2-ні қоямыз. Сонда 16 түбір асты 2 пи болады екен. Жауап шықты. Келесі 5-ші есеп. Конустың осьтік қимасының периметрі 24-ке тең дейді. Мынау біздегі конус. Соның осьтік қимасының периметрі 24-ке тең. П А, Б, С болсасын мына жер. А, Б, С тең болады 24-ке. Ал табан жазықтығымен жасаушы деген мына АЦ ғой, немесе ЦБ жасаушы, сол табан жазықтығымен мына АБ мен немесе ОБ мен арасы 60 дейді, мына жер 60 екен. Олай болса, мына жерде 30 градус бар деген сөз, 30 градусқа қарсы жатқан катет R емес па, радиус қой. Сол гипотенузадан жарысына тең. Демек гипотенузасы 2R болады. Ал биіктігі 60-ға қарсы жатқаны, 30-ға қарсы жатқаны төрашке көбейтінсіз тең, естеріңізде болса, тікбұрышты үшбұрыштан. Толық бетінің ауданы. S толық беті, ол дегеніміз мына бүйір беті бар ғой, PRL деген. Соған қосамыз табанда PR квадрат. Демек маған радиуспен жасаушыны табу керек екен. R мен мынаны 2R-ді. Ал енді периметр деген не? Қараңыздар. Мынау да 2R, мынау да R. Демек мынау асты 2R, мына жағы да 2R, мына жақта 2R, бәрін қоспайым ба, Сонда 2R қосу 2R қосу 2R. То есть сол жағы қосу оң жағы қосу табаны. Сонда ол бізде 24-ке тең екен. 2, 4, 6R тең болады 24-ке, радиус тең болады 4-ке. Радиус 4-ке тең екен. Ал жасаушымыз бізде ол 2R емес па, 2, 4-ін 8-е тең болады. Енді қараңыздар, толық бетінің ауданы пи көбейтілген радиус бізде 4-ке тең, L бізде 8-е тең. Қосылған пи 4, 4-ің 16. 4, 8, 32 пи қосылған 16 пи. Сонда бізде 48 пи болады екен. Жауабы шықты. Келесі 6-шы есеп. Осьтік қимасының ауданы 32 дейді. Демек біздегі мынандай бүйтіп сызық қоямыз 32. А болады, Б болады, және де С болады. Аудан А, Б, С ол бізде 32-ке тең. Ал биіктік пен жасаушысының арасындағы бұрыш, биіктік деген осы СО. Жасаушы деген мына бір СБ. СО мен СБ-ның арасы 45, демек мына жер 45 деп жазып қоямыз. Мінекей биіктік пен жасаушысының арасы. Мына жер 90 болса, мына жерде 45, демек биіктік бізде радиусқа тең екен. Мынау R, онда мынау да R. Онда гипотенуза R түбір асты 2 болады. Конустың толық бетінің ауданын есептеңіз дейді. Енді қараңыздар, бізде мына АБС-тің ауданы қалай тапты? Мынау да R болмай ма онда? Демек біздегі мына үшбұрыштың асты 2R болады, астының өзінде, АБ-ның өзінде 2R болады. Сонда SABS ол дегеніміз 2-ден 1 көбейтілген А деген табан болып тұр. Табаны бізде 2R. Көбейтілген биіктік бізде R. Сол тең болады 32-ке. Сонда 2-ге қысқартта R квадрат тең 32-ке, R тең болады 32 деген 16 ғой, 4 түбір асты 2. Демек радиус 4 түбір асты 2 екен. Ал мына жасаушысы L дегеніміз 4 түбір асты 2-ні түбір асты 2-ге өтсек, 2, 4-ін 8 болады. Демек толық бетін табамыз. PRL-ге қосамыз PR квадратты. Сонда P дейміз, радиустың орнына 4 түбір асты 2 деймін, L-дің орнына 8 деймін. Қосылған P, R-дің квадраты 16 көбейту 2. PR квадрат қой. 4-8 бізде... Жақшан сатына шаптасауға болады екен. 4-8, 32 пи түбір асты 2 қосылған 32 пи. Жақшан сатына шығарсақ сол 32-ні пи мен бірге. Сонда түбір асты 2 плюс 1. Жауабы шықты. Келесі 7-ші есеп. Конустың көлемі 9 түбір асты 3 пи дейді. 9 түбір асты 3 пи. Осьтік қимасы тең қабырғалы үшбұрыш. Осыға осьтік қима деген. А, Б, С.
мына табаны асты бізде r. Демек табаны абы деген 2r болады. Мына жағда 2r, мына жағда 2r. Мына жер 60-тан болады. Тең қабырғалы ғой мына. Мына 30 болады. 60-ға қарсы, демек биіктігі r төбірасы 3-ке тең екен. 60-ға қарсы жатқаның 30-ға қарсы жатқаның төбірашқа көбейтінсе тең. Конустың биіктігін табыңыз. Биіктігі ол r төбірасы 3. Демек мына көлемді ашып жүреміз қазір. 3-тен 1 пи r квадрат көбейту биіктік емес па? Биіктіктің орнында менде r төбірасы 3 тұр. r төбірасы 3 неге? Өйткені 60 градусқа қарсы жатқан катет 30-ға қарсы жатқанын төбірашқа көбейтінсе тең болады. Деген біз когда-то. Төбіраш пен төбіраш кетеді, пи мен пи кетеді. Сонда r квадратты r-ге көбейтсек r куб тең болады 927. Сонда радиус тең болады 3-ке. Ал бізге радиус емес, биіктік сұраған ғой. Биіктік бізде r төбірасы 3. Демек r төбірасы 3 тең болады 3 төбірасы 3-ке. Өйткені r бізде 3-ке тең ғой. Все, жауап шықты. 8-ші есеп. Конустың көлемі 16 пи дейді. 16 пи. Так, бәрі жазылып жатыр, біз бағанан бері айтып жатқан. Я жазылып жатыр. Ал оның биіктігінің ұзындығы 3-ке тең дейді. Биіктігі тең 3-ке. Бүйір бетінің ауданы. S бүйір беті тең сұрақ. Қараңыздар. Біздердегі мынау конус. Өйткені чертеж салу ол міндетті түрде. Чертеж салмасақ біз түсінбейміз қай жерді табу керек деген сатыш. Бүйір бетінің форматын жазып қойып, ол бізде пи р л. Демек бізге радиусты табу керек, және де l табу керек. Мынау радиус биіктік 3-ке тең и l болсын мына. Енді біз не істейміз? Мынау a болсын, b болсын, c болсын. Мынау конустың осьтік қимасы сол 3 бұрышқа тең бүйірлі. Біз мынаны ашсақ болады. Бұл бізде 3-тен 1 пи r квадрат көбейтілген биіктігі, биіктіктің орнына 3 қоямыз. Мына кетеді, пи мен пи кетеді, сонда радиус ол 4-ке тең екен. r квадрат тең 16, сонда радиус 4-ке тең ғой. Демек мына жердегі r-ді өшірсем де, оның орнына 4 деп жазамын. 4 деп жазамын. 3 4 болса, онда гипотенуза Пифагор үштігі бойынша 5 болады. Немесе Пифагор теоремасы арқылы тапсаңыздар да болады. 4 4-дің 16, 9, 25 депші. Бұл демек бүйір бетін таба береміз. Пи көбейтілген радиус бізде 4, l бізде 5. 4 5-ің сонда 20 пи болады екен. Келесі 9-ші есеп. Конустың бүйір бетінің ауданы 36 пи дейді. S бүйір беті тең 36 пи. Бүйір бет деген ол пи р ғой сол. Сонда мына қысқартта. Ал конустың жасаушысы табан радиусынан 3 есе артық дейді. Жасаушысы ол радиустан 3 есе артық. R көбейту 3 жасаушымыз. Демек қазір мына жердегі L-дің орнына 3 R-ді қоямын ғой. Сонда R көбейтілген R көбейту 3. Мына L ғой типа мына. Сонда 3 пен 36 қысқарттағанда 12 қалады. Тең болады R квадратқа. Радиус тең болады. Сонда 12 деген 4 пен 3-қа 2 төбірасты 3. Ал жасаушысы тең болады 6 төбірасты 3-ке. Өйткені 2 төбірасты 3-ке 3-ке көбейтем, 6 төбірасты 3. Бізге конустың көлемі. Бірінші көлемнің формуласын жазайық, ол 3-тен 1 пи r квадрат көбейту h. Демек биіктікті табу керек екен. Биіктікті қалай табамыз? Давайте чертежін салып жүрейік конустың. Мына l деп жазып қояйық. L дегеніміз ол 6 төбірасты 3. Мына жер радиус. Радиус менде 2 төбірасты 3. Демек мына жерге биіктікті тауып көрейік. Конус қой. Онда h квадрат тең болады. Гипотенузаның квадратынан 36 көбейту 3-тен. Алып тастайсыздар 4 көбейту 3-ті. Сонда h квадрат тең болады 36 төтесақ 32 көбейту 3. 32 дегеніміз 16 көбейту 2. Сонда 16-тан бізде не шығады? 4 төбірасты 6 болады екен. 2 мен 3 көбейтіледі 6 болады. Сонда биіктігі 4 төбірасты 6-ға тең екен. Демек көлемді тауып аламыз. 3-тен 1 пи дейміз. Радиус менде 2 төбірасты 3 қой. Соны квадраттаймыз. 4 көбейту 3. Көбейтем биіктікке көбейтем. 4 төбірасты 6. 3 пен 3 қысқарады. Сонда 4 4-дің 16 төбірасты 6 пи болады екен. Жауабымен келді. Келесі 10-шы есеп. Конустың жасаушысының биіктігіне қатынасы дейді. Жасаушының биіктігіне қатынасы тең 12 бөлі 13. Негізі биіктігі ұзын болып тұр ма? Қалай болып кетті өзі? Жасаушысының биіктігіне қатынасы. Может, биіктігіне жасаушысына қатынасы. Өйткені жасаушысы үлкен болу керек қой. Қараңыздар, мынау L, мынау H. L ұзын ғой, по идее. Менімше мына екеуінің орны ауысып кеткен. Хорошо? Ладно, как берілген бойынша шығарып көрейік. Шықпаса қазір екеуінің орнынан ауыстырамыз. Көлемі 800 пиге тең дейді. Конустың толық бетінің ауданы STB. Тең сұрақ. Давайте мына ауыстырып көрейік, все-таки. А то екі рет шығарып кеп тұрған жоқ. Биіктіктің жасаушыға қатынасы. Так, көлемді біз ашып көрейік. 3-тен 1
пи r квадрат көбейту h. Мына кетеді. Ал толық беті дегеніміз пи r l плюс пи r квадрат. Демек, біз былай жасақ болады. H-тың орнына 12x деп жазамыз. Ал жасаушысының орнына жасаушысының орнына 13x дейміз. H-тың орнына 12x дейміз. Сонда радиусымыз 5x болады екен ғой. 5x болады екен. Өйткені 25, 144, 169 береді екен. Демек, біз қазір мына жердегі бүйтіп жазамыз. 3 пен 800 көбейтіледі. 24, 0, 0. Тең болады радиусты квадраттаймыз. 5 бесін 25x квадрат. Көбейтілген биіктіктен 12x. Енді 12 мен 24 қысқарады, сонда 200 қалады. Тең болады 25x-тің кубы. Мынау қысқарады, мында 8 қалады, примерно. 8 тең x кубқа. Отсюда x тең болады 8-ден, ол 2-нің кубы. 2-ке. Демек, біздегі мына 12 емес, мына жер 24 болады, 5 емес 10 болады, 2 көтеміз бәрін, 13 емес 26 болады. Вот так вот. Енді барлық параметрлар белгілі, демек толық бетін таба береміз. Мына пиді жазып қоямыз, сосын радиустың орнына 10 жазамыз, l-дің орнына 26 жазамыз, қосылған пи көбейтілген 10-ның квадраты 100. Тең болады. 260 пиға қосамыз 100 пиді. Тең болады бізде 360 пи. Жауап шықты. Келесі 11-ші есеп. Конустың осьтік қимасының бұрышы 120 градусқа тең және қабырғалары 16-ға тең бүйірлі үшбұрыш дейді. Мына жер 120-ға тең дейді. Ол 60 бан түседі сәйкесінше. Тең және қабырғалары 16-ға тең бүйірлі үшбұрыш 16. Тең бүйірлі үшбұрыш. Конустың толық бетінің ауданы. Конус қой бізде вообще бұлай. Қараңыздар, толық бетінің ауданы қайда атты? Жаңағыдай PRL бүйір беті қосылған пи r квадрат табаны. Демек бізге радиус пен L керек екен. 60 болса, мына жерде 30 болады деген сөз. 30-ға қарсы жатқан катет гипотенузаның жартысына тең. Демек, мына жер 8 болады. 60-ға қарсы жатқан 8 төбірасы 3 болады. 30-ға қарсы жатқан 4-шке көбейтіндісі. Демек, радиусымыз 8 төбірасы 3, биіктігіміз бар, жасаушымыз бар. Демек, толық бетін таба береміз бірден. Ол бізде пи дейміз. Радиустың орнына 8 төбірасы 3 көбейтілген 16, қосылған пи көбейтілген радиусты квадраттаймыз. 64 көбейту 3. Тең болады. 6-8-ін 48, 8-1-8, 128 төбірасты 3 пи қосылған 4-12, 6-18, 19, 192 пи екен. Неге жауапты 64-ті шығарған екен жасырнаш? Көрейік бізде 64 пиді шығарып. 64 жазсақ мұнда әрине 2 төбірасы 3 қалады, қосылған 64 жазсақ мұнда 3 қалады екен, келеді екен жауапқа. Келесі 12-ші есеп. Конустың биіктігі 4-ке тең дейді. Табанның радиусы 3-ке тең дейді. Конус биіктігі 4-ке тең, радиус 3-ке тең. Демек, мына жер Пифагор бойынша 5-ке тең болады жасаушымыз. Мына конус. Конустың бүйір бетін жазғанда пайда болған секторының бұрышы. Жазбасы деген, мысалы, развертка дейді ғой, орысша. Мысалы, конусты мына жасаушысынан кеп пышақпен қиып жібердік былайшы. Қазір бүйтіп лазер алайық, лазерный указ. Мен мына жерден былай қиып жіберем. Қиып жіберсем, негізі мынандай воронка сияқты пайда болады. Мынандай сектор ғой, негізі шеңбердің бір бөлігі. Конустың жазбасы деп интернетке жазып көрсеңіздер, то есть разверткасы. Осындай бір сектор пайда болады. Осы сектордың мынандай центрлік бұрышы болады. То есть бұрындары бітіп шеңбер болған ғой, үлкен бір шеңбер болған ғой, соның бір секторын қиып алды. Сонда мынау же L дегеніміз, ол мынау болып тұр ғой, радиус болып тұр ғой. Үлкен шеңбердің радиусы болып тұр ғой, который сектордың. Енді біздегі мына бүйір бетінің ауданы бар ғой, S бүйір беті, PRL деген бар емес па? S бүйір беті. Сол мына сектордың ауданына тең болып тұр ғой. Түсінесіздер ме осыны? Бұл неге тең екен? Бірінші тауып алайық. Пи көбейтілген радиус бізде 3 қой. Жасаушымыз 5, сонда 15 пи. Демек, мынаның ауданы 15 пи. То есть сектордың ауданында 15 пи. 15 пи тең болады 2 көбейтілген R синус альфа бөлу 2 деп. Бұл сектордың ауданы формасы. Бірақ мына радиус, ол мына сектордың радиусы. То есть L-ді қоямыз деген сөзімізді. Сонда 15 пи тең болады 2 көбейтілген жасаушымыз бізде 5 қой.
көбейту 5 көбейту синус альфа бөлу 2 дейміз. Сонда 2 5-ің 10, мында бізде 1,5 қалады. Синус альфа бөлу 2 тең болады. Так. 15-ті 10-ға көбейтсек 1,5 қалады. Так, біз бұл жерде бұлай таба алмайды екенбіз. Значит, біз доға арқылы тауып көрейікші. Өйткені мында синус альфа, жарты альфамыз 1,5-ға тең болып қалды. Көрейік қазір доға арқылы. Біз оны былай жазсақ та болады. Шеңбердің табанының ұзындығы доғаның ұзындығына теңестіріп көрсек те болады. Өйткені доғаның формасы альфа емес па? Қараңыздар, мына жерде бізде мынандай фигура пайда болды, табанында. Мынандай доға деп аталады бұл. Доғаның ұзындығы L деп берейікші. Ол альфа көбейтілген радиус дейді. Бірақ мына радиус деген ол мынау. Біз бірінші бет доғаның ұзындығы ол табанның шеңбердің ұзындығы емес пе? Өйткені біз мынаны бүйтіп әкеп біріктірмейміз ба? Сол кезде табан шеңбердің ұзындығы 2 πr тең болады 2 көбейту пи көбейтілген радиус бізде 3 қой. Сонда 6 пи. 6 пи деген осы табанның ұзындығы конустың. Ал конустың табанның ұзындығы ол жазбасының доғасының ұзындығы болып тұрады. Сонда L-дің орнына сол 6 пи дейміз. Тең болады альфа мына центрлік бұрыш көбейтілген R-дің орнына мен 5-ті қоямын. Өйткені жазбасын қоямын. Сонда альфа тең болады 6 пи бөлу 5-ке. Біз қазір 180-ді 5-ке бөліп 6-ға көбейтіп көрейік қазір. 180-ді бөлеміз 5-ке, көбейтеміз 6-ға. Сонда 216 деген жауаппен шығады екен. Я, дұрыс екен. Сонда 216 болады жауабы. Келесі. 13-ші есеп. Конустың биіктігі 15 дейді. Көлемі 320. Толық бетінің ауданы. Толық беті деген сөз ол жаңа қайттан PRL-ге қосамыз PR квадратты. Енді қараңыздар, 320-ны ашып көрейік. 320 деген көлем ғой. 320 тең болады 3-тен 1 PR квадрат көбейту биіктік. Биіктік 15-ге тең. Мына пимен 320 деген пи бар емес па бәсе? Сол пи қысқарады. 3 пен 15 қысқаратында 5 қалады. 5 пен 320 қысқаратта 6 5 30 64 қалады. Тең R квадратқа, сонда радиус бізде 8-ге тең екен. 8. Так, толық бетінің ауданы үшін мына L керек екен. Давайте L-ді тауып көрейік. L квадрат тең болады 8-8-ің 64 қосылған 15-тікі 225. L квадрат тең болады 289, демек бұдан бізде 17 деген шығады. 17. Жасаушысы 17-ге тең екен. Демек толық беті тең болады пи көбейтілген радиус 8, жасаушы 17. Қосылған пи көбейтілген 64, 8-8-ің 64. 7-8-ің 56, 8-1 8-ге 5 тоса 13, 136 пи қосылған 64 пи. Сонда 4-ке 6 осақ 0, 9 10 болады ойдағымен, 2 болады 200 пи. Дұрыс жауаппен шықты. Келесі 14-ші есеп. Конустың биіктігінің жасаушысына қатынасы дейді. Биіктіктің жасаушыға қатынасы 35-тің 37-ге. Я, бұл келеді екен, жасаушысы ұзын болады всегда. Конустың бүйір бетінің ауданы дейді. PRL. Ол тең 444 пиге дейді. Осы конустың көлемін табыңыз дейді. Давайте. Бірінші конусты салып қойық. Бірінші давайте көлемнің формуласы 3-тен 1 PR квадрат H. Демек бізге радиус пен биіктік табу керек деген сөз. Биіктігі бізде 35x болады екен қатынас, жасаушысы 32x. Демек мына радиус тауып көрейік. 32-нің квадратынан мен 35-тің 37 екен. Кешірімсем мұнда 32-ді жазып қойыппыз. 37. Демек 37-нің квадратынан мен 35-нің квадратын азайып тастаймын. 37 көбейту 37. Бізде 1369. 35-тікі 1225. Сонда 1369-дан азайтамыз 1225-ті. 144, демек 12x қалады екен. Мына радиусымыз 12x екен. Пифагор бойынша таптымыз 13. Радиус 12x. Демек біз мына көлемді, мына бүйір бетін ашып жүрсек болады. Пи деміз. Радиустың орнына 12x жазамыз, өйткені радиус 12x қой. Жасаушысының орнына 37x деп жазамыз. Тең болады 444 пиге. Қысқарады.
444 бөліне ме екен 12-ке? 37 қалады екен, бөлінеді екен. Мынау қысқаратында 37 қалады. 37 мен мынау да қысқарады, сонда x квадрат тең 1-ге, x тең 1-ге. Демек, x 1-ге тең болса, бұл 12 бола салады міндетті түрде. Мынау 35 бола салады, мынау 37 бола салады. 37, 35. Анау радиусың 12 болды. Демек, көлемді таба береміз спокойно. 3-тен 1 пи радиусты квадраттаймыз. 144 12-нің квадрат, биіктік 35. Так, сонда бізде мынау қысқарады. Так, 48 болады екен. 48, 824. Дұрыс келеді екен. Сонда 1680 пи болады. Жауап шықты. Так, енді 15-ші есеп. Конустың биіктігі 12-ке тең дейді. Мынау біздің конус, биіктігі 12-ке тең. Мыналар жасаушылары, мыналар радиустары. Осьтік қимасының ауданы дейді. Осьтік қимасы деген мына А, Б, С деген осы үш бұрыштың периметрі. То есть R-ге R-ді қосасы 2R, L, 2L. Тең болады 36. Периметр осы. Мына үш бұрыштың периметрі. Сонда R плюс L тең 36-ға бөлу 2-ке. Сонда R плюс L тең болады 18-ге. Демек, L дегеніміз 18 алу R екен. Демек, L-дің орнына мен 18 алу L деп жазам. Демек, мына біреу O, S, A-дан Пифагор жасалсақ болады. 18 алу R. 18 алу R-дің квадратына тең болады R квадрат қосу 144-ке. 18-дікі 324, азайтылған 36 R қосылған R квадрат тең болады R квадрат қосу 144. Мынау қысқарады 36 R тең болады 0. Мынау ар жаққа барады, қазір есептеп жүрейік. $180 болады екен. 180-ді 36-ға бөлсекші. Так, 5 бола ма сонда? Радиус 5-ке тең екен. Радиус 5-ке тең, демек көлемі дегеніміз 3-тен 1 пи радиусты квадраттаймыз 25, көбейткен биіктік. Биіктік бізде 12-ке тең. 12 мен мынау қысқат 4 қалады, 4-ті 25-ке көбейтсек 100 пи шығады, дұрыс екен. Келесі. 16-шы есеп. Конустың екі жасаушысы арқылы жазықтық жүргізген дейді. Екі жасаушысы арқылы жазықтық жүргізген. Ол табанынан 120 градус доғаны қиып өтеді дейді. Егер конустың табанының радиусы 4-ке тең және де қимасының жазықтығы табаны жазықтығымен 45 градус бұрыш жасайтын болса, конустың бүйір бетінің ауданын анықтаңыз дейді. Қараңыздар, бұл біздің конус, мынандай үлкен. Екі жасаушысы арқылы жазықтық жүргізген дейді. Көрейік. Бұл екі арқылы жүрді. Мынау арқылы. Қараңыздар, бізде мысалы жасаушылар өте көп қой. Мысалы мен ар жағынан бір сызықты алайын бүйтіп, мынау да жасаушы ғой негізі. L ар жағынан да и мына жерден тоже бір жасаушы алайын былай. Осы екеуі арқылы бір жазықтық жүргізген дейді. Ол мына центр бар ғой мынау. Сол жерден табаннан 120 градус доғаны қияды дейді. Мына доғаның центрлік бұрышы 120 екен. То есть үстінен қарасақ бізде мынандай конустың үстінен немесе астынан қарайық. Мынау біздің центр. Мынандай жазықтық бар. Ол доға келеді дейді мынандай. 120 градустық доғаны келеді. Радиусы 4-ке тең. Демек, естеріңізде болса, мынандай доға немесе хорда жүргізсе, ең шетімен қосамыз радиустарды. 4. Ой. Так, 4. Қазір біз косинустар теоремасы арқылы мына хорданың ұзындығын тауып болады. Бізге былай деген 45 градуспен мынау көл бөлінген екен табан жазықтығына. Демек, мына арақашықтық мынау хордаға дейінгі ол биіктікке тең болып тұр демек. Екен тік бұрышты ғой бұл. Бүйір бетінің формасы PRL. PRL табу керек екен. Енді қараңыздар. 4 болса, мына 90 болады, 120 жартысы ол 60 болады, мына жер 30 болады. 30-ға қарсы жатқан катет гипотенуза жартысы тең, демек мына жеріміз O1-іміз 2-ке тең екен. O1 2-ке тең. 60-ға қарсы жатқаны 30-ға қарсы жатқан төбірашқа көбейтісіне тең. 2 төбірасы 3 болады. Демек, мынау 2 төбірасы 3, мына жер тоже 2 төбірасы 3. Мына AB деген табандағы хорда ол 4 төбірасы 3-ке тең болады. AB деген 4 төбірасы 3.
Енді мына жер 2 болса, онда биіктігі де 2 болады, мына жерде 2 болады. Демек биіктікті таптық. Енді радиус 4-ке тең. 4 2 болса, мына жасауыш неге тең? Жасаушымыз бізде 4-4-тің 16, қосылған 2-2-ң 4, түбірасты 20 болады екен. 20 дегеніміз ол 4 пен 5 емес па? Сонда ол 2 түбірасты 5-ке тең жасаушымыз. 2 түбірасты 5. Сонда пи көбейтілген радиус 4 көбейтілген анау 2 түбірасты 5. Сонда 2-4-дің 8 түбірасты 5 пи болады екен. Жауап шықты. Келесі 17-ші есеп. Конустың бүйір бетінің ауданы оның табанының ауданынан 2 есе артық. S бүйір беті бөлінген S табан тең болады 2-ке. То есть бүйір беті 2 есе артық қой табанынан. Демек бүйір бетін ашып көрейік. Пи R L бөлінген пи R квадрат тең 2-ке. Пи мен пи қысқарады, радиус пен квадрат қысқарады. Сонда L дегеніміз 2 R-ге тең екен. Демек бізде бұл жерде қазір былай болады. Мына жасаушымыз болған негізі. Соның орнына 2R жаздым. Мына жер R. Ал 2 есе үлкен дейтіндер бізде 30 градуста болмай ма? 30 градусқа қарсы жатқан катет гипотенузаның жартысына тең. Демек 60-ға қарсы жатқаны 30-ға қарсы жатқан түбірас 3-ке көбейтіндісі тең. Биіктік R түбірас 3. Так, бүйір бетінің жазбасының бұрышын. Демек қараңыздар. Жазбасы дегеніміз ол бағана ғана сектор болды емес па? Мынандай бір. Сол сектордың мына центрлік бұрышын сұрап тұрған мына альфаны. Ол үшін помните біз бағана доғаның ұзындығы арқылы шығарған болатынбыз. Ал доғаның ұзындығы табанның шеңберінің ұзындығы емес па? Табанның шеңберінің ұзындығы 2πr. Мына жер сонда 2πr-ге тең. Ал доғаның ұзындығы ол альфа көбейту r емес па? Сонда осы жерде 2πr-ді теңестіреміз альфа көбейту r-ге. Сонда r мен r кетіп қалады біздің жағдайда. Сонда альфа дегеніміз бірақ бізде мында радиус дегеніміз ол мына жер емес па? Ал ол бізде жасаушы болып тұр. Жасаушының орнына 2r-ді қоямыз. Сонда қазір мен мында 2r-ді қойсам 2 мен 2 қысқарады. Сонда альфа тең пиға. Сонда 180-ге тең екен. Келесі 18-ші есеп. Конустың жасаушысы мен биіктігінің арасындағы бұрыш 30 градус. Мынау жасаушысы мінекей L. А мынау биіктігі. Екеуінің арасындағы бұрыш 30-ға тең дейді. Егер конустың жасаушысы 12-ке тең болса дейді. Мына жер 12-ке тең 30 градусқа қарсы жатқан катет гипотенузаның жартысына тең. Демек мына жер 6. 60-қа қарсы жатқаны демек 6 түбірас 3 болады. Егер конустың жасаушысы 12 болса, конустың көлемі. Көлем тең болады πr квадрат 3-1 көбейту h. 3-1 π радиусы квадраттаймыз 36 көбейтілген биіктік 6 түбірас 3. Сонда мынау мен мынау қысқарады бізде 12 қалады. 6 2 12 6 1 6 72 түбірас 3 пи қалады. Жауап шықты. 19. Дөңгелек сектордың радиусы дейді. Ол 6-ға тең дейді. Оның бұрышы 30. Сектор конустың беті болатындай оралған дейді. Табанның ауданы. Қараңыздар. Бірінші басында мынандай сектор болған. Я? Сектор болған дейді. Бұрышы мына жер 30 дейді. Оның радиусы 6 дейді. Осыдан кейін мынандай конус жасаған. Бұдан конус жасайтын болсақ, жаңа айтқан болатынбыз альфа r-ге қойық. Альфа r деген доғаның ұзындығы ғой, ол бізде мына қазір айтам, L тең болады, альфа көбейтілген 6. Мына сектордың радиусы ғой. Альфа деген ол бізде 30-ды радианға алдырамыз, ол пи бөлу 6 болады, көбейту 6. Демек ол пиға тең екен. А бұл пи дегеніміз мына доғаның ұзындығы. Кейін екеуін біріктірсек бұл шеңбер болып кетпей ма? Демек бұл шеңбердің ұзындығына тең болып тұр. Мына жердегі радиус r болсын. Сонда 2πr ол тең болып тұр пиға. То есть мына доғаның ұзындығына қысқарады. Сонда радиус дегеніміз сонда 1/2-ке тең. 1/2 бізге табан ауданы. Табан ауданы ол πr квадрат. Демек пи көбейтілген 4-1. Сонда пи бөлу 4 шығады екен. Енді 20-ші есеп. Конустың табанның радиусы, мұны табаны, соның радиусы 12-ке тең дейді. Так, жазылып жатыр ғой бір. Радиус 12-ке тең, жасаушысы 40-қа тең. Сосын 40-тың квадратынан 12-нің квадратын алып тастайық, чтобы биіктігін табу үшін. Ол бізде былай болады. 40-тікі бізде қазір айтайын. 4-4-тің 16 болады. Демек 16 0-0-ден азайтамыз, 12-нікі 144. 1456 екен. Одан түбірден шөті шықпай екен. Жайт, жазбасының бұрышы. Жазбасының бұрышы керек екен ғой. Биіктіктің бұған ешқандай қатысы жоқ.
мынандай жазба, то есть мынандай сектор ғой жазбасы. Соның мына жердегі бұрышы. Демек біз қайттан бірінші табанның ұзындығын табамыз. 2 пиермен 2 пи радиус 12-ге тең. Ол бізде 24 пи болады, Енді қараңыздар, мына конустың жасаушысы, ол мына радиус болып тұр ғой мына сектордың. Өйткені бұларды кейін бір-біріне 2 радиуста кеп кірелеген ғой. Мына жер 40 болып тұр. Мына доғаның ұзындығы 24 пи болып тұр. Сонда 24 пи деген доғаның ұзындығы альфа көбейтілген радиус емес па? 40. Сонда альфа тең болады 24 пи бөлу 40. Демек 24 пи деген 180-ге тең ғой. 24 180-ге көбейтіп 40-қа бөлік 108 екен. Дұрыс, сонда жауаппен шықты. 108-ге тең болды. Тең 108. Келесі 21-ші есеп. Конустың табанының радиусы 1 бөлінген түбір асты 3. Так, біз қазір конус салып жүрейік былай. Конус табанның радиусы 1 бөлі түбір асты 3-ке. Конустың бір бетінің ауданы дейді, PRL дегеніміз, ол пи бөлі түбір асты 3-ке тең болып тұр. Демек, пилар қысқарады. Радиустың орнына 1 бөлі түбір асты 3 L дейміз. Ол тең болады 1 бөлі түбір асты 3-ке. Пи қысқарып кетті. Соны түбір асты пен түбір асты кетеді. L тең 1-ге екен. Мына жер 1-ге тең. Не дейді? Конустың жасаушысы мен табан жастында арасында бұрыш мәні қандай? Мына жер альфаны сұрап тұр. Альфа бұрышқа іргелес жатқан катеттің гипотенузаға қатынасы мынау 1-ге тең. Альфа бұрышқа іргелес жатқан катет ол 1 бөлі түбір асты 3-тің гипотенузаға қатынасы, ол бізде косинус альфаны береді. Сонда косинус альфа тең болады 1 бөлі түбір асты 3, ал альфа тең болады арк косинус 1 бөлі түбір асты 3. Шықты жауаппен. Келесі 22-ші есеп. Егер конустың табанының радиусы 3-ке тең дейді, мынау конус, табанның радиусы 3-ке тең, вот, көлемі пи болса дейді, v тең пиға, ал көлем дегеніміз ол 3-тен 1 пи r квадрат көбейту h емес па? Пи мен пиді қысқартамыз, сонда 1 тең болады 3-тен 1 көбейтілген радиус дегеніміз 3 емес па? 9 көбейту h болады сондықтан. Мынау қысқарады 3 қалады, сонда биіктігіміз 3-тен 1 екен. 3-тен 1. Так, жасаушысы, конустың жасаушысы мен оның биіктігінің арасындағы бұрышты табу керек. Жасаушысы мынау L, сонымен биіктігінің арасында мына жер альфаны сұрап тұр екен. Альфа бұрышқа қарсы жатқан катеттің іргелес жатқан катетке қатынасы тангенс альфаны береді. 3-ті бөлсем 1 бөлі 3-ке қарсы жатқан ол сол 3 қой, сол бізде тангенс альфаны береді екен. Сонда мына 3 үстіне шығып кетеді, 9 болады. Сонда альфа тең болады арк тангенс 9. Келесі 23-ші есеп. Қиық конустың табандарының радиустары 5 және 11 дейді. Қазір қиық конусты естеріңізде болса, қиық трапецияны шығардық емес па? Соған ұқсас, сол сияқты біз трапециямен шығарып кетеміз. Табанның радиустары 5 және 11 дейді. Мына астының радиусы 11, үстінікі 5 болсын. Жасаушысы 10-ға тең. Оның осьтік қимасының ауданы. Осьтік қимасының ауданы мына ABCD деген трапеция болады. ABCD деген осы осьтік қима. Осының ауданы табу керек. Ол үшін маған биіктікті табу керек. Өйткені бұл трапеция ғой. Трапециянікі ол A плюс B бөлу 2 көбейту H. A деген мына BC болсын, B деген ол мына AD болсын. Енді мына H табу керек. Ол үшін мына чертеждан мен былай тік бұрышты трапецияны сызып алсам болады. Мына жер 5-ге тең, мына жер 11-ге тең болып тұр. Мына жер H болып тұр, мына жер 10 болып тұр. Түсінесіздер ме мінекей мына? Осы жерді салдым, сол оң жағындағы фигураны. Мына жерде H болады. Өйткені трапецияны шығарған кезде біз биіктік түсіруіміз керек болады, естеріңізде болса. 11-ден 5 сызсақ мында 6 қалады. 16 болса, мына жер Пифагор арқылы биіктік 8-ге тең болады. Биіктік 8-ге тең екен. Демек, A дегеніміз ол 10 болады, өйткені 5-5 қосамыз. 10 қосылған, асты 22 болады, 11-ге 11 қосамыз. Бөлеміз 2-ге, көбейтеміз 8-ге. Қысқарады 4 қалады. 10-ға 32 болады, көбейту 4, 2 4-ін 8, 4 үшін 12, 128 жауаппен шықты. Келесі 24-ші есеп. Табандарының радиустары 3 және 5 дейді. Радиустары 3 және 5. Жасаушысы 10 болса дейді. Қиық конустың толық бетінің ауданы. Толық бетінің ауданына біз P дейміз. R плюс кішкентай r L дейміз. Қосылған бұл бүйір бетінің ауданы. P үлкен r-дің квадраты, қосылған P кішкентай r-дің квадраты. Осы толық бетінің ауданы. Формуласы осы. P r плюс r L деген ол бүйір бетінің ауданы. Мынау табандарының ауданы. Қоссақ толық бетін аламыз.
Демек бізде болған биіктік керек емес екен ешқалай. Пи дейміз. Радиусы 3-ке 5-ті қоссақ 8, көбейтілген L 10-ға тең. Қосылған пи көбейтілген үлкен R-дің квадраты 25, қосылған пи кішкентай R-дің квадраты 9 болады. Сонда 80 пиға қосам 25 пиді, қосам 9 пиді. Сонда 80-ге 25 қоссақ негізі 105 болады. 105-ге 9 қоссақ 114 пи болады екен. 114 пи шықты. Келесі 25-ші есеп. Қиық конустың табандарының радиустары 1 және 9 дейді. Мынау біздің қиық конус. Табандарының радиустары 1 және 9. Ал жасаушысы 10-ға тең. Көлемін табыңыз дейді. Көлем тең болады 3-тен 1 пи h дейміз. Үлкен R-дің квадраты қосылған кішкентай R-дің квадраты көбейтілген қосылған үлкен R кішкентай R. Вот осы форма. Демек, маған биіктік керек екен. Биіктік табу үшін қайттан трапеция сияқты ойлаймыз. Мына конус қой негізі мына былайшы. Бүйтіп сызу керек просто. Мына 9-ды өше тұрамын да. Трапеция болған кезде, помните, бүйтіп екінші биіктік түсірдік. Мына жер 1. Ол 9-дан 1-ді азайтсақ, мына жер 8. Демек, биіктік 6-ға тең Пифагор бойынша. Өйткені мына жер 90 ғой. 10-ның квадраты 100-ден 64 азайтамыз, 36 одан 6 қалады. Демек, көлем тең 3-тен 1 дейміз. Пи дейміз. Биіктіктің орнына 6-ны қоямыз. Үлкен R-дің квадраты үлкен R 9 екен ғой. 81 қосылған кішкентай R-дікі 1, қосылған 9 1-ге өсек 9 болады. 81-ге 9 қоссақ 90, 91 болады екен. Мен уақытта 2 қалады. 91 пиді көбейтем 2-ке, сонда 182 пи деген сан шығады. Келесі 26-ші есеп. Табандары 12 және 18 болатын тік бұрышты трапецияның ұзындығы 12-ге тең кіші қабырғасына қатысты айналдырғанда пайда болған қиық конустың толық бетінің ауданы. Кіші қабырғасымен айналдырғанда пайда болған қиық конустың толық бетінің ауданы табыңыз дейді. Көрейік, табандары 13 және 18. Бізде мына тік бұрышты трапеция осы. Мына табаны 13, мына табаны 18. Тік бұрышты трапеция бар. Тік бұрышты трапецияның ұзындығы 12-ге тең кіші қабырғасына қатысты айналдырғанда, мына 12-ге тең екен. Осыған қатысты мынаны ойсыз қып ұстаған ғой. И мынаны бүйтіп айналдырып жіберген былай. Айналдырып жіберсе, мынау бүйтіп айналып келеді былай. Сонда мына 18 болса, ар жағы да 18 болады. Сонда мына 13 болса, оның ар жағы да 13 болады. Осындай қиық конус пайда болады. Түсінесіздер ма? 12 деген сол биіктігі болып тұр. Толық бетінің ауданы. S толық беті бағана мен формуласын жазғам. Пи R плюс кішкентай R L қосылған пи үлкен R-дің квадраты қосылған пи кішкентай R-дің квадраты. Демек, маған жасаушысы керек екен. Жасаушыны табу үшін 18 өше тұрайық. Биіктік түсір жүреміз. Мұнда мынау да 13 болады. Жалпы 18 еді жаңа. 18-ден 13 азайтсақ, мына жер 5 болады. Биіктік 12 болса, мына жерде 12-ге тең болады. 5 12 болса, Пифагор арқылы мына жер 13 болады. Өйткені 25, 144, 169-дан 13 шығады. Демек, барлығы бар менде. S толық беті тең дейміз. Пи көбейтілген 13-ке 18-ді қосып тастаймыз. 28, 31 болады. Көбейтілген L бізде 13-ке тең болады. Қосылған пи көбейтілген 18-дікі 324, қосылған пи 13-дікі 169 тең болады. 31-ді 13-ке көбейтіп көрейік қанеке достар. 31 көбейтілген 13. Сонда 403-ке тең екен ол. 403 пи қосылған 324 пи қосылып 169 пи. Сонда 403-ке мен 324-ті қосамын, сосын 169-ті. Сонда 896 дейді. Дұрыс жауаппен шықты. Сонда бізде 896 пи деген шығыпты. Келесі 27-ші есеп. Қиық конустың жасаушысы 8-ге тең дейді. Мінеки. Біздің қиық конусымыз. Ось конустың. О1 деген. Және ол табан жазықтығын 60 дейді. Мына жер 60-ға тең екен. Демек, бұлай тоже түсіріп қойық. Мына жер онда 30 болады. 30-ға қарсы жатқаны 4 болады. Биіктігін онда 4-ті біраз 3-ке тең екен. Ойыстық қиманың диагоналі осы бұрышты қақ бөледі дейді. Ойыстық қиманың диагоналі осы бұрышты қақ бөледі. 60 болса, мына жер 30 екен. Мына ол 4 деген ол басқа. Хорошо, мына жер ол 4. 4-ті өше тұрайын пока что.
шатасып кетерміз ата. Демек былай биіктік түсірсем болады. Мынаның ар жағда 4-ке тең екенін бұл тең берілді ғой. Одан кейін қиық конустың толық бетінің ауданы S толық беті тең пи r плюс rl қосылған пи үлкен r квадрат қосылған пи кішкентай r квадрат. Менде l бар, үлкен r мен кішкентай r-ді табу керек. Оны біз қалай табамыз? Біз былай жазсақ болады. Биіктік 4-ті біраз 3 дедік, мына жерге де 4-ті біраз 3 жазып қоямыз. 30 деп тұр, мына жер онда 60 болады. 60-ға қарсы жатқан катет мына өрі AH деген. Мына үшбұрыш арқылы қарап жатырмыз мына. AHB дей салайық, AHB деген үшбұрыш. 60-ға қарсы жатқан катет 30-ға қарсы жатқан түбірашқа көбейтінсе тең. Демек 4 түбіраш 3-ті көбейтеміз түбіраш 3-ке, сонда ол 12-ке тең. Демек мына AH дегеніміз 12. 12-ке 4-ті қоссақ, жалпы 16-ға тең болады. 16-ның жартысы радиус болмай ма? Ол 16 деген диаметр ол. Мына жер 8-ге тең екен. 8-ден 4 тазайтсақ, мына жер 4, демек кіші радиусымыз 4-ке тең екен. Түсінесіздер ме осыны? Демек пи көбейтілген үлкен r бізде 8 болды. 8-де 4 қоссақ 12, көбейтілген l бізде 8-де тең. Қосылған пи дейміз, үлкен r 8-8-дің 64 болады, қосылған пи кішкентай r 4-4-дің 16 болады. Демек 2-8-дің 16 96 пиға қосамыз 64 пиді, қосамыз 16 пиді. Так, біз енді есептеп көрейік. 96-ға қосамыз, так, 64-ті қосамыз 16-ны. 176 дейді. Дұрыс жауаппен шықты. 176 пи болады. 76 пи. Просто 30 градус өсе, оны қолданатын жерді іздеу керек. Сол кезде есеп шығады. Қиық конустың табандарының радиусындағы қатынасы 5-тің 3-ке дейді. Қараңыздар, мынау біздің қиық конус. Бетіп, шеңбер болып жатады, бетіп. Мынау 3x, мынау 5x. Радиустар ғой, табандарының радиустарының қатынасы. Жасаушысы 17-ге тең. Биіктік 15-ке тең. Биіктік түсіреміз, 2 рет 15, мынау да 15 қой негіз. Но қараңыз, онда мына жерде 3x болады. Ал 3x-тен 5x азайтсақ, мына жағымыз бізде 2x болып қалады екен. Алып тастайық, мына жерге 2x деп жазам. Демек, мына өрі сол жағынан Пифагор жасалсақ болады. 289 тең 15-тің квадраты 225 қосылған 2x-тің квадраты 4x квадрат. Сонда бізде 64 тең болады 4x квадратқа, x квадрат тең 16-ға, x тең болады 4-ке. 2-4-ін сонда 8-ге тең болады. Мына жеріміз бізде 4 үшін 12-ке тең болады. Демек, үстінің радиусы 12-ке тең, 12-ке 8 болсақ, астының радиусы 20-ға тең. 12 мен 20 таптық. 29-шы есеп. Қиық конустың табандарының радиустары 11 және 27. Мынау біздің қиық конус. Табандарының радиустары 11 және 27. Жасаушысының биіктікке қатынасы дейді. Давайте мына жерді ала тұрайын. Былай тағы бір түсір жүрейік. Мына жерде 11 болсын. Жалпы 27 еді, 27-тен 11 жазсақ, мына жер 16-ға тең. Жасаушысы сонда 17x, биіктігі 15x. Демек, осы мына оң жақтан Пифагор жасап алайық. 289x квадрат тең болады. 225x квадрат қосылған 16-нікі 256. Мынаны бер жаққа алып келеміз. 64x квадрат тең 256-ға. Сонда x квадрат тең болады, так, 4-ке, x тең болады 2-ке. Демек, мына 17-ні 2-ке өтсек 34 болады жасаушысы, ал биіктігі 15-ке өтсек 30 болады. Осьтік қиманың ауданы. Осьтік қимасы трапеция болмай ма? Мына жағы 27 болса, мына жағы да 27-ге тең, сонда жалпы 54-ке тең. B деген табаны. Мына табаны ол 22-ке тең, 11-ке өтесіз. Енді S тең болады. 54 қосу 22 бөлу 2 көбейтілген биіктік. Биіктік 30-ға тең. Бұл трапецияның ауданы ғой. Сонда 54-ке 22-ні қосамыз. Так, 54 плюс 22. Шыққан санда 30-дің жартысына, қазір 54 плюс 22 көбейтілген 15. 1140 дейді. Дұрыс жауаппен шықты. S тең сонда 1140. Жауаппен шықты. 30-шы есеп. Табандарының радиустары 3 және 1-ге тең, ал жасаушысы төменгі табанымен 60 градус бұрыш жасап көлбеуленген дейді. Қараңыздар, мұны табандарының радиустары 3 және 1, 3, мұна 1. Жасаушысы табанның төменгі табанымен 60 градус дейді. Көлемін табыңыз. Көлемі дегеніміз пи 3-тен 1,
h r квадрат қосылған кішкентай r квадрат қосылған үлкен r кішкентай r. Демек бізге биіктік жетіспей тұр. 3-ті өлшей тұрайық. 3 деген ол как бы общий ғой. 1 болса, мына жерде 1 болады. Онда 3-тен 1 жазсақ, мына жер 2 болады. Мына жер 30 болады. 30-ға қарсы жатқан 2, 60-ға қарсы жатқаны, демек 2 түбірасы 3. Демек биіктігіміз 2 түбірасы 3. Все уже. 3-тен 1 көбейтілген пи, көбейтілген биіктіктің орнына 2 түбірасы 3 дейміз. Үлкен r-дің квадраты 9, кіші r-дің квадраты 1, 3-ті 1-ге өтеміз, 3 болады. 10, 13 болады сонда. 3-тен 1 пи, көбейтілген 2 түбірасы 3, көбейтілген 13. Тең болады. 26 пи түбірасы 3 бөлі 3. Ну, негізі ответ негізі былай тұр ғой. 26 пи бөлі түбірасы 3 депші. Иррационалдықтан құтылсақ, түбірашқа көбейтіп бөлсек, мынаны береді ғой. Біздікі дұрыс бәрібірде. Келесі, 31-ші есеп. Қиық конустың осьтік қимасының орта сызығы 11-ге тең дейді. Бұл біздегі қиық конус. Соның орта сызығының осьтік қимасы бар ғой екен. А, Б, С, Д. Қиық конус міне мынау. Соның орта сызығы НК болсын. Трапецияның орта сызығы. НК ол бізде 11-ге тең дейді. Биіктік 8-ге тең екен. Табандардың радиустарының айырымы дейді. Үлкен R минус кішкентай R тең 3-ке дейді. Мына НК-ны ашып көрейік. Мына жақ R, мына жақ R. Демек, астыңғы табан 2 үлкен R қосылған 2 кішкентай R бөлу 2. Бұл негізі A плюс B бөлу 2 ғой. Мына жағы бізде 2 кішкентай R ғой негізі. Сол жағдайда бізде мына екілерді қысап тастасақ болады, өйткені үстен 2-ні жасанатын шығарамыз. Сонда R плюс R тең 11, R минус R тең 3. Екі санның қосындысы 11, екі санның айырымы 3. Ол бізде 7 мен 4 негізі. Логически ойласақшы. Екен 7-ге 4 тосақ 11, 7-тен 4 тосақ 3. 7 деген сонда үлкендер, 4 деген ол кішкентайыр. Конустың көлемі. Демек, көлемін табу үшін 3-тен 1 дейміз, пи дейміз де, h-ты де жазып қоямыз, h деп 8. Енді үлкен r-ді квадраттаймыз, 49. Кіші r-ді квадраттаймыз, 16. Үлкен r-ді кіші r-ға көбейтеміз, 4, 7, 28 болады. Сонда есепте жүрейік. 49-ға 16-ны қосуымыз керек. Қосу 16, қосу 28, көбейту 8. Мына жақшаны 93 шығады екен. 93-ті 8-ге өтсек 744, оны кейін 3-ке бөлеміз. Сонда 248. Дұрыс жауаппен шықты. Так, 248 шығады. 8 пи. Келесі, 32-ші есеп. Қиық конустың осьтік қимасының диагоналі дейді. Мынау біздің қиық конус. Осьтік қимасының осьтік қимасы осы трапеция болады. Қиық конустың осьтік қимасы. Соның диагоналі 17-ге тең. Ой. Бұның диагональдары тең, неге өйткені бұл тең берілу? Биіктігі 15-ге тең. Демек 289-дан алып тастасақ, биіктігі өйткені 90 метр еді. 225-ті. 64 қатта, одан мына жер 8-ге тең болады. AH деген 8-ге тең. Және табан жазықтығындағы проекциясы дейді 2-ге тең дейді. Осьтік қимасының диагоналі 17, биіктігі бізде мына жасаушысының ғой деймін. Жасаушысының табан жазықтығындағы проекциясы 2-ге тең. Демек, жалпы 10-ға тең болады. Демек, мына жағымыз бізде 5, мына жағымыз бізде 5. Мына жер 2-ге тең. Демек, мына жер 3-ке тең болады. Общий 5 қойткен. Онда кіші табанында радиусы 3-ке тең болады. Көлемін тап дейді. В тең болады. 3-тен 1 пи биіктік. Биіктік 15-ке тең. Көбейтілген үлкен r-дің квадраты 25, өйткені радиус 5 қой. Кіші r-дің квадраты 9, өйткені радиус 3. Қосылған 3 5-ің 15 болады. Давайте есептеп көрейік. 25 плюс 9, ол бізде негізі 34-ті береді. Қосу 15, 49. 49-ды көбейтем 15-ке, бөлемін 3-ке. Сонда 245 шығады екен. Дұрыс жауаппен дұрыс шықты. Тең 245 пи. Бізде бұл жерде былай деп айтқан ғой, проекция дегеніміз бізде мынау уже көп шығардық негіз бұл тіктөт бұрыштарда. Мысалы, мынаның проекциясы ол мына жер болады. Мына жерде жазды ұмытып кеткен, что жасаушысының табан жазықтығындағы проекциясы ол 2-ке тең. Сонда жалпы ол 10-ға тең болды. Радиус оның жартысы 5-ке тең. 5-тен 2-ні жазсақ, мына жер шығады 3. А ол мына жерге тең еще. Вот сөйтіп цепочка бойынша кете береді. Осы бізде соңғы есеп екен, өйткені ары қарай есеп жоқ.
назар аударып тыңдағандарыңыз үшін үлкен рахмет. Сіздерге тілерім ұбт-да 120+ балл жинап, өздеріңіздің қалаған мамандықтарыңызда түсіп кетіңіздер. Сау саламатте болыңыздар. Сау болыңыздар.